Pronunciation. Айтылым. The, the mother. This, that, these, those, they, the. Computer. An, umbrella, camera, tablet. Осы сөздердің барлығын қайталап тұрыңыз. Мен оқыған сөздерді және сөйлемдерді, тіркес сөздерді қайталап тұрыңыз. Келесі. Listen and repeat. Тыңдаңыз және қайталаңыз. What's that? It's a hat. What are these? They're keys. What's this? It's a fish. What are those? They're phones. Енді айтылым. Speaking дейді. It's a, it's an, they are деп айтып шығамыз. Ал енді бірінші, екіншісін айтып шығайын мен, қалғанын сіз айтыңыз. 12-ге дейін. It's a t-shirt. Жекеше, мынау футболка. They're hats. Көпше, мыналар шляпалар. 3 шляпа тұр деп есептейік. They are hats. It's a t-shirt. Пауза қойыңыздағыны сіз барлығын айтып шығыңыз. Жекеше болса it's дейсіз, көпше болса they are дейсіз. Енді келесі. Practical English. Can I have an orange juice дейді. Практикалық ағылшын тілі. Маған апельсиновый сокты болады ма дейді. Understanding prices. Бағаларды түсіну. Енді бағалар 20 фунт стерлинг. 20 pounds. 50 тиын. 50 pence. 50 cents. 50 тиын. Мынау pence бен центтің айырмашылығы. Бұлар pence дегеніміз 50 тиын дейді. Мынау да 50 тиын. Қазір мынаны көптеп қолданылмайды. Ал қолданылған жағдайда бұл былай болады. Мысалға 50 тиын сондай болып тұр. Ал мынау $1 жартысы десе ақтады. Фунт стерлингтің жартысы. Цент. Түсінді ма? Мысал үшін мынау 20 pence болуы мүмкін, 20 тиын, 30 тиын, 40 тиын болуы мүмкін. Ал мынау $1 жартысы болады. 20 euros. 20 евро. $20. $20. 25 cents. 25 тиын. Енді бұл жерде және де айырмашылық шығып келе жатыр. Негізі центс бар ғой. Ол қолданылыста әлі. Себебі Америкада да соны айтады. Бүткіл Европа елдерінде соны айтады. Ал сондықтан да Англияда да соны айтады. Бірақ Англиядағы бір ерекшелігі олардың кейбіреулері сол бұрынғы аристократтар ұқсап сөйлеп осы пенсті, тиынды өздерінде қатып қалған осы пенсті айтады. Негізі барлығы тиын деген білдіреді. Ал екеуін нақты қарайтын болсақ 50 тиын. Ол теңгенің жаңағы сол валютаның жартысы. Ал мынау бөлек-бөлек тиын. Әр бір тиын 100-ден 1 еврода 100 болатын болса, содан бір бөлігі. 1 пенни. И 2 pence, 3 pence деп, уже бұл pence деген көпше тұры. Келесі, match the prices and the words. Енді, мына жерде сандарды оқыңыздағыны, мынау бағанысымен біріктіріп қойыңыз. Мысал үшін, 1-ге H депті. Кәні оқиық. 12 pounds, 12 фунт стерлинг, 75. 75. 12 pounds, 75. Пенсті, сентісті мүлдем айтпағанда, көрдіңіз ба? 12-де 75 деді. 75 деген 75 жаңағы тиын. Түсінікті ма? Енді өзіңіз пауза қойып, орындап көріңіз. Ал енді бірге тексерейік. Дәптерге орындадыңыз ба? Дәптерге орындамасаңыз, қайтадан пауза қойып, орындаңыз. Қазір жауабын айтамыз. 15-те 99 дейді. Яғни 15 euros
15 euros 99. Келесі 50-де 19. 50 pounds 35. 50-де 19, 50 dollars and 90 cents. 19 cents. Келесі 5-те 35. 5 pounds 35. Келесі 13 dollars and 25 cents. Енді 3-те 20. 3 euros 20. 25 cents. No, 25 cents болады. 0 жоқ, 25 тиын. Келесі 1-де 50. 1 pound 50. Келесі 60. 60 pence. 0,80 доллар болса 80 cents болады. Түсінікті ма? Енді мынаны оқиық. Newspaper. How much is it? Қанша тұрады? $125 or $135. Phone card. 15 euros. 50 euros. Memory card. Flashka. $4.99. $4.99. $9.49. Train ticket. Пойыз билеті 13 pounds 20. Немесе 30 pounds 20. Енді pronunciation. U, S and K дейді. U, tourist. Euro, Europe, European. S, snake, cent, pence, city, price. K, key, coffee, camera, credit card. The letter C. S әрпі. S. Before E and I. E мен I-дың алдында S болып оқылады екен. Мынау C әрпіміз. Example. Cent, city. K before other letters. Басқа әріптердің алдында K болып оқылады. Example. Coffee. Көрдіңіздер ме? Осын оқылымға өте керек нәрсе. Мысалға, мынау C деген әріп кейде S болып, кейде K болып оқылады. E мен I-дың алдында кездессе, Sand, City болып S болып оқылады. Қалғандарында K болып оқылады екен, көрдіңіз бе? Coffee дегендегідей. Енді, how much is a tuna sandwich? Tuna sandwich қанша тұрады? 4 pounds 15. Tuna бар ма мұнда? Tuna. Sandwich, tuna, 4 pounds 15 дейді, көрдіңіз ба? Енді мынаны оқып шығамыз, одан кейін сөйлесеміз. The Three Kings. Three Kings деген кафе, меню, food, тағамдар, drink, ішетін нәрселер, сок, соны сияқты. Cola. Three Kings burger, 7 pounds 99. Pies, бургер. Pies деген пирогтар. Steak or chicken. Бұлар пирог емес, бұлай берілген екен. Steak. Кусоктар болып берілген мына жерде. Steak деген кәдімгі ет, немесе chicken. Chicken деген тауық. 9 pounds 20. Sandwiches, сэндвичтер, cheese, сырдан or tuna. Мынау балықтан, 4 pounds 15. Келесі salad. Салат, chicken or egg. Жұмыртқамен немесе тауықпен. 5 pounds 99. Drink, ішетін нәрселер, mineral water, минеральный вода. Минералды су, 1 pound 90. Orange juice, апельсиновый juice. Сок, 2 pounds 80. Coke, diet coke. Coca-Cola, немесе диетический Coca-Cola. Ол 2 pounds 60. Beer. Beer дегеніміз бұл пиво. 3 pounds 25. Coffee, tea. Кофе немесе чай, 1 pound 95 дейді, Енді, мына қараңыз, сөйлем құрастырайық. How much is a tuna sandwich? Tuna sandwich қанша тұрады? 4 pounds 15. How much is a Three Kings burger? 7 pounds 99. How much is a mineral water?
a bottle of mineral water, мысал үшін, £1.90. Көрдіңіз ба? Енді мен сізден сұрақ қоямын. Кідірген кезде сіз бағасын маған айтыңыз. Ал бастайық. How much is a sandwich? How much is a salad? How much is a steak? How much is an orange juice? How much is a coffee? Жақсы. Енді келесі тақырыпта useful phrases, керекті фразаларды үйренеміз. Олар: Can I have a cheese sandwich, please? Маған сырдан жасалған сэндвич болады ма? Anything else? Тағы не қалайсыз? And a Coke, please. Және Coca-Cola, өтініш. Ice and lemon, мұз немесе лимон. No thanks, керек емес. Рахмет, жоқ рахмет. How much is it? Бұл қанша тұрады? Here you are. Міне, ала қойыңыз деп беріп жатыр. Here's your change. Міне сдача, сдачаны ауыстырып берді. Жаңағы қалған алып сдачасын берді. I'm fine too. Мен де жақсымын. Wait for me. Мені күте тұр. Sure. Әрине. Sure. Әрине. Great idea. Тамаша идея. Енді сізге үй жұмысы song. Өлең айтыңыз. That's how much деген өлең. YouTube'ке барасыз, lyrics деп жазып, that's how much деп жазасыз. Қате жазсаңыз да ештеңе қылмайды, табады.